Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Егер сіздің өкшеңіз жаздың күні жиі жарылып, мазаңызды алатын болса, онда осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Әйелдер қауымы битпен бірге дене күтімінің және аяқ-қол терісінің де мінсіз болғанын қалайды. Алайда жаз айларында көптеген адамдардың өкшесі жарылып, мазасы қашады. Мұндай өкшемен өзіңізді еркін ұстап жүру ыңғайсыз. Ендеше өкшеңіздің жұмсақ әрі тегіс болу үшін аяқ күтіміне аздап уақыт бөліп, төмендегі емді жасап көріңіз. Адамның өкшесі түрлі себептерге байланысты жарылып отырады. Мысалы, дұрыс таңдалмаған аяқ киім де өкшеңізге айтарлық зиянын тигізеді. Әсіресе қыздар қауымы жазда жан-жағы ашық, жеңіл аяқ киім кигенді ұнатады. Температураның өзгеруіне үйренбеген теріңіз беткі қабаты қатайып, содан жарылуға алып келеді. Аяқтардың ұзақ уақыт бойы жоғары температурада болуы өкшенің жарылуына әкеледі. Демалыс кезінде ыстық құмның үстінде жалаң аяқ жүріп, ұзақ уақыт көлге шомылсаңыз да өкшеңіз жарылуы мүмкін. Тағы бір басты себеп теріңізге қажетті дәруменнің жетіспеуі, ағзадағы зат алмасудың бұзылуы, қант диабеті, сол сияқты аурулардың себебінен өкше жиі жарылады. Сондықтан арнайы дәрігерге қаралып, алдын ала тексерілген жөн. Жарылған өкшенің ең басты емі қабыршақтанған теріні тазалап, өкшені жұмсарту. Ол үшін әуелі тырнаққа арналған егеуішпен жарылған өкшені егеп тазалаймыз. Содан кейін ғана аяққа арналған маска жасауға болады. Ол үшін бізге ыдысқа ыстық су құйып, әрбір литрге 1 шай ас қасық содасын саласыз. Сонымен қатар қалақай, жалбыз шөптерінің тұнбасын қосса да болады. Және пайдасы арта түседі. Теріңіз құрғақ болса, онда өкшеңіз бірінші жарылады. Сондықтан эфир майларын қосуыңызға болады. Жожоба майы теріні жұмсартып, нәрлендіреді. Ол теріге терең сіңіп, ұзақ уақыт бойы құрғап кетуден сақтайды. Шабдалы май жарылған жерді емдеп жазып, теріні жұмсартады. Және бадам майы құрғақтықты жояды. Қабыршықтанған теріні жазатын қасиетке ие. Авокадо майы жарылған жерді тегістеп, құрғақ теріні ылғалдандыратын қасиеті бар. Аталған эфир майларын сатып алмас бұрын ішіндегі анықтамаға және парақшасымен танысып шығыңыз. Бәрінің мақсаты бір болғанымен, олар адамға әртүрлі әсер етеді. Сіздің теріңізге сәйкес келетінін таңдап, нұсқаулықтан суға қанша мөлшерін қосуға болатын анықтап біліп алыңыз. Аяққа 15-20 минут маска жасап болғаннан кейін жарылған жерді тазалап, артынан жуып тастаңыз. Содан соң аяққа арналған крем жағыңыз, немесе эфир майларын жағыңыз. Маска бір егенде ойыңыздағыдай нәтиже бермеуі мүмкін. Сондықтан бұл масканы уақытылы күн сайын жасап тұруыңыз және 5-7 рет жасалған маскадан кейін ғана өкшеңіз тегістеліп, жұмсара бастайды. Сұлу өкшеге қол жеткіземін десеңіз, бастаған ісіңізді аяқсыз қалдырмаңыз. Егер ақпарат пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.